Англия һәм Франция ортасындағы 100 жыллық ұрыста французлар тарапынан бір қаһарман қатнасады. Ол жүда жас һәм батыр болған. Сондай-ақ һәр бір ұрыста мәртлерше сауаш қылған. Ал кейінірек болса, ол шіркеудің қағидаларына қарсы шыққанлықта айыпланады һәм жаза сипатында тірілей жағып жіберіледі. Бұл сиқыршылықта айыпланған Жанна Дарк еді. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл, басладық. Ал Жанна Дарк негізінен кім болған? Ол 1412 жылы Францияның арқа шығысында жайласқан Домреми ауылында дүнияға келеді. Әкесі ауылдың аристократларынан болып, Жанна әдеуір жақсы шараятта өсті. Оған оқу һәм жазу үйретілмеген болса да, оның анасы қызына католик шіркеуіне болған шексіз мұхаббатты сіңдіреді. Сол дәуірде Франция тақты үшін күрес кетіп атырған еді. Бір тәріпте французлардың Валуа династиясынан болған Карл VI баласы һәм мирасқоры Карл VII. Басқа тәріпте болса Ланкастер династиясынан болған инглиз королы Генрих VII бар еді. 1427 жылдың ақырына келіп, Карлдың абыройы жүда үмітсіз көрініп атырғанда еді. Себебі әкесінің өліміне 5 жыл өткеніне қарамастан, король сипатында таж кимеген еді. Француз короллары дәстүри түрде Реймс қаласында таж кию мәресімін өткерген, бірақ бұл қала дұшпанлар қадағалауы астында еді. Карл таж кимеген жағдайда оның короллыққа дауагерлігі рәсми һәм нызамы тарептен гуман астында қала берер еді. Жанна Дарк жасаған Домреми ауылы инглислер һәм бургундиялылар менен Карл басқарып атырған аймақ арасындағы шекара жақынында жайласқан. Сондай-ақ ауыл халқы бургундиялылардың қаупі астында өздерінің үйлерін таслап кетуге мәжбүр болған. Бұл жағдай жас қыз Жаннаның жүрегінде өз жерлерін азат ету сезімін оятады. Ол өзін әулиелердің дауыстары тарапынан жетекленгенін атап өткен. Жанна 1428 жыл май айында Домремеден шығып, французларға садық қалған ең жақын қорған Ваклерға барады. Ол жерде қорған командирі Роберт де Бадрикурдан Карл армиясына қосылу үшін рұқсат сұрайды. Бірақ ол 16 жасар Жаннаның Құдайдың елшілері хақындағы гәплеріне қатаң қатынаста болмайды. Жанна үйіне қайтуға мәжбүр болады. Бірақ 1429 жыл январ айында Жанна Ваклерға және барады. Бұл сапары оның қатаңлығы һәм діндарлығы халық арасында оған деген хүрмет оятады. Командир Бадрикур да оны сиқыршы ямаса ақылдан азған емес, ал хақиқи діндар деп сенім пайда етеді. Жаннаға Карл менен ұшырасу үшін Шинор сарайына баруға рұқсат береді. Жанна 1429 жылдың феврал айында Ваклерді тәрк етеді һәм қасында құралланған 6 әскер менен дұшпан аймақлары арқалы сапарға шығады һәм 11 күннен кейін Шинонға жетіп барады. Шинон қаласына жетіп барғаннан кейін Жанна дәрхал мирасқор Карлдың сарайына барады. Бірақ Карл дәслеп оны қабыл етуден екіленеді. Себебі алдын оның кеңескөйлері тарапынан Жанна хақында харқилы гәплер естіген еді. Бірақ арадан 2 күн өткеннен кейін оны қабылдауды айтады. Ол Жаннаны сынау үшін дәслеп сарай ағзаларының арасына жасырынады. Бірақ Жанна оны таниды һәм оған мен инглислерге қарсы ұрысуды қалаймын һәм сізді Реймске таж кидіруге алып бараман дейді. Сонан кейін Карлдың бұйрығыменен Жанна шіркеу уәкілдері тарапынан сорауға алынады. Бұл сорау Карлдың туысқаны Аленсон герцогі Жанның алдында болып өтті. Ол Жаннаға ұнамлы мұнасебетте болды һәм оны қорғады. Кейін ала Жанна Паити қаласына алып барылды. Ол жерде 3 хәпте давамында және тергеу қылынды. Сорау берушілер мирасқорларға садық белгілі илахатшылар еді. Бұл тергеу 1417 жылдағы батыс шіркеу бөлінуінен кейінгі діннің бұзылуы қауіплерінен қауетерленген жағдайда өткерілген еді. Жанна ол жерде былай деген: Паитиде емес, тап Орлеанда мен өз вазипамның дәлелін көрсетемен.
Шіркеу уәкілдері өз жұмағында былай дейді: Орлеан ұзақ уақыттан бері инглислер қамалында, жағдай үмітсіз. Мирасхор Жаннаны жәрдем сипатында қабыл етсе дұрыс болады. Жанна д'Арк және Шинон сарайына қайтты. Апрель айында Тур қаласында Карл оған бірнеше әскерлерден ібарат әскери топар ажыратады. Жанна өзінің байрағы үшін қиямет күніндегі Христостың суретін сыздырады һәм Иса аты жазылған байрақ таярлатады. Қылыш мәселесі көтерілгенде Жанна оған керек болған қылыш жақын атраптағы шіркеуінде табылатұғылығын айтады һәм шынында да ол шіркеуде бір қылыш табылады. Жанна өзінің жасына сәйкес келмейтұғын дәрежеде мәртлік һәм қатаңлыққа ие еді. Әскерлер арасында оның хаял екенлігін біліп, наразылық келтіріп шығармауы үшін ол еркеклер киімінде киініп, шашын да қысқа етіп алып жүрген. Сондай-ақ ол өзінің діндарлығы менен де атаққа ерседі. Бірнеше 100 адамлық француз армиясы Блоис қаласында жиналды. Һәм 1429 жыл 27 апрельде олар Орлеан тәріпке жолға шықты. Бұл қала 1428 жыл 12 октябрьден басылап қамал астында еді һәм дерлік бүткіллей инглислердің қорғанлары менен қоршалған еді. 29 апрельде болса, Жанна д'Арк һәм француз әскер басыларынан бірі Ла Хир азға ауқатпенен Орлеан қаласының ішіне кірді. Бірақ оларға ешқандай әрекетті баслап болмайтұғынын, дәслеп және қосымша күшлер келуі керектігін айтады. Олар қала ішінде, бірақ ешқандай хүжім шөлкемлестіру қолынан келмес еді. Бірақ Жанна шыдамсызланып баратыр еді, себебі ол ұрысты баслап жіберу зарулігін сезер еді. Ұзақ күту дұшпанға пайда етеді. 4 май күні кеште Жанна дем алып атырғанда тосаттан орнынан тұрады. Ол иләхи илхам алғандай болады һәм хәзір-ақ сауашқа шығуы керектігін айтады. Ол өз құралларын алып қаланың сыртындағы инглислер қорғанына асығады. Себебі ол жерде әлдеқашан французлар һәм инглислер ортасындағы сауаш басталып кеткен еді. Ал Жанна д'Арктың сауаш майданына баруы болса, французларды рухландырады. Олар хүжімді күшейтіп қорғанды иелейді. Ертесіне 5 май күні Жанна д'Арк инглислерге қорқытушы хат жазады. Хатта болса Францияны таслап кетің, болмаса сіз иләхи жаза аласыз деп жазылған еді. 6 май күні болса, Жанна әскер басылар менен дарияның арғы жағасына өтеді һәм нәубеттегі қорғанға хүжім етеді. Инглислер қорғанды таслап қашпақшы болады, бірақ Жанна һәм Ла Хир оларды хүжім менен жеңіп қорғанды қолға кіргізеді. Бұл Орлеанның ең ахметлі қорғаны еді. Французлар азанда хүжім басылайды. Жанна сауашта найза менен жараланады, бірақ ол тез арада майданға тіпкеледі. Оның мәртлігі басқаларға күш береді, хүжім дауам етеді һәм кешке қарай инглислер жеңіледі. 8 май күні инглислер Орлеанды тәрк етеді. Олар шегінсе де, Жанна бүгін екшембі, ешкім дұшпанды қумасын дейді. Себебі христиан дінінде екшембі мұқаддес күн есапланған. Солай етіп Орлеан азат етіледі һәм бұл французлар үшін бұрылыс ноқатына айланады. 9 май күні болса, Жанна д'Арк Орлеанды тәрк етеді һәм Тауэрс қаласында Мирасхор Карл менен ұшырасады. Ол Карлға тезірек Реймске барып, таш кию керектігін қатаң түрде айтып өтеді. Бірақ Карл біраз екіленіп атырған еді. Себебі оның кеңескөйлері әзір таш киюден көре Нормандияны басып алу ахметлі екенлігін айтқан еді. Бірақ Жаннаның қатаңлығы һәм сенімі ақырында өз нәтижесін берді. Реймске бару режелестірілді, бірақ дәслеп Луар дариясы бойында қалған инглислер қол астындағы қалаларды азат етуге қарар етілді. Жанна француз әскерлер құрамының бас командирі Аленсон герцогі менен ұшырасты. Ол Карл тарапынан жоғары командир етіп тағайындалған еді. Олар біргелікте бір қаланы һәм ахметлі көпірді иеледі. Кейінгі нышан Боянсе қаласы болды. Хүжім басылғанда инглислер қорғанға шегінді. Бұл уақытта Карл оның кеңескөйі Джордж де ла Теремойл һәм Аленсон герцогі бұған қарсы болғанына қарамастан, Жанна сарайда сенімсіздікпенен қаралып атырған Артур де Ричимонды қабыл етті. Жанна оннан Карлға садықлық антын алады һәм соннан кейін оның жәрдемін
қабыл етті. Көп өтпей Боянси қорғаны жеңіледі. Бұл қорғанның жеңілуінде Ричмондың әрекетлері ахметлі орын иелейді. Французлар жеңістен кейін дәру Парижге hüjum қылудың орнына Жанна һәм әскербасылар кейін шегінді. Боянсиден кейін французлар инглислердің тикарығы күшлері менен тоқынас келуі үшін әрекет етеді. Инглис генераллары Сэр Джон Талбот, Фастолф бұл hüjum хақында біліп, Пате ауылы жанында армияларды жайластырды. 1429 жылдың 14 июн күні француз һәм инглис армиялары ауыл жанында жүзбе-жүз келді. Жанна французларға былай деп уәде берді. Бүгін Карл әзірге шекемгі сауашылардың ішіндегі ең үлкен жеңісін қолға кіргізеді. Инглис армиясы жеңіліске ұшырады, һәм олардың жеңіп болмайды деген абырайы міне осы сауашта жұмақланды. Бұл сауашта инглислер 2000-нан артық адамы жоғалтқан, ал французлар болса аз жоғалту менен үлкен жеңіске еріскен. Жанна және Карлға Реймске барып тезірек таш кеу керектігін тәкрарлайды. Бірақ Карл болса Луар дариясының аймақтарында іркіліп қалады. Ол шешім қабылдауға асықпайды. Жанна болса бар қолау оның жанында жүрді. Оны қорқынышты жеңуге итермеледі. Бұнан тысқары Карл шынында да біраз өзіне сенбейтін болған. Соның үшін жас жауынгер шахзадаға таш кигізуді кешіктіруді ұсыныс етіп отырған кеңескөйлерге қарсы тұруға мәслихат береді. Жанна жолдағы қауіп һәм қиыншылықтарды білетұғын еді. Бірақ ол корольге бұлар ахметлі емес, тек арғысы король болуын керек дейді. Ақырында Жаннаның қатаңлығы өз нәтижесін берді. Карл оның пікірін қабыл етті һәм Реймске қарай жүруге разы болды. Жол жөнекей Трояс қаласында оларға қарсылық көрсетпекші болады. Бірақ Жаннаның сенімлілігі, діни рухы һәм армияның құдіреті себеп олар жеңіліске ерседі. Сондай-ақ Чалонда ешқандай сауашыларсыз даруазаларды ашады. Ақырында 16 июль күні шахзада һәм әскерлер құрамы Реймске жетіп барады. 17 июль күні Карл расми түрде король сипатында таш киеді. Жанна маресімде байрағы менен тұрады һәм бірінші мәрте Карлды королім деп атайды. Бұл уақия француз халқының рухын көтере алды. Жанна d'Арк апуайы диқан қызы бүткіл бір халықты короллыққа жетелеген қаһарманға айланады. Карл король болғаннан кейін Жанна d'Арк Бургундия герцогы Филиппке хат жазады. Ол хатта герцогқа Франция аймағындағы қорғанларды таслап кетуді, король хакимиятын тән алуды айтып өткен еді. Бірақ бургундиялылар бұл шақырыққа ітібар бермеді. Сонан кейін Жанна корольға мұражат етіп былай дейді: "Енді Парижді азат етейік. Егер енді жүріс қылынбаса, халықта сенім сөнеді." Карл разылық білдіреді, бірақ ол және немқұрайлық етті. Кеңескөйлер оны абайлылыққа шақырады. Дегенменен Жанна һәм командирлер август айында Парижге өз бетінше қарай әрекет баслайды. Франциялылар Париж атрапын иелеп барады, бірақ қалаға кіру үшін қатты қарсылыққа ұшырайды. Сол уақытта Жанна d'Арк иінінен ауыр жарақат алады, бірақ сауаш майданын таслап кетпейді. Ал король Карл болса hüjumды тоқтатуды бұйырады. Сол уақытта Жанна d'Арк біз жеңіске жақын едік, неге тоқтадық деп наразылық білдіреді. Король Карл саяси кеңескөйлерінің тәсір астында Жаннаны әсте ақырын саяси орталықтан шетлетуге әрекет ете баслайды. Оған әрқилы атақлар береді, бірақ қарар қабыл ету құқығы шекленеді. Жанна бұл уақытта миллет ішінде әпсаналы қаһарманға айланып үлгерген еді, бірақ сарайда оған қарама-қарсы күш сипатында қарай баслады. Жанна өз бетінше әрекет етіп өз армиясын жинайды. Кампиен қаласын инглис бургундиялылардан қорғау үшін кетеді. Бұл уақытта қалада инглислер һәм олардың ауқамласлары бургундиялылар жедел әрекетте еді. 23 май күні Кампиен жанында бургундиялы әскерлер менен соқылғысуда. Жанна құраллы жауынгерлер менен шегініп атырған уақытта тұтқынға алынады. Ол қала даруазасына жеткенінде даруазалар жабылады. Сондай-ақ Жанна сыртта қалады һәм қолға түседі. Жанна көп өтпей бургундиялылар арқалы инглислерге 10 000 франкқа сатып жіберіледі. Инглислер оны Роуэн қаласына алып кетеді. Бұл қала Нормандияда жайласқан болып, сол уақытта инглислер қадағалауында болған.
Арадан біраз уақыт өтіп бұл хабар Парижге жетіп барады. Париж университетінің илахиятшылары, анығырағы діни уәкіллері инглизлер тарапында болып Бургундия герцогына хат жазып жібереді. Олар хатта былай деген еді: бұл қыз дінімізде жоқ болған бір істі діни әмел сипатында кіріткен, ямаса орынлап атырған болуы мүмкін. Оны инквизиторға, ямаса Бове епископы Пьер Коушонға тапсырың. Бұл талапларға тикар сипатында олар Жаннаның Коушон епископлығы аймағында қолға алған. Оны діни суд қылмақшы еді. Дегенменен Жаннаны тикарынан инглизлерге қарсы саяси ұрыстарда қатынасқаны үшін жазаламақшы болған. Бірақ соған қарамастан шіркеу суды шөлкемлестірілді. Жанна расми суд алдында 1431 жылдың 21 февралында шақырылды. Дәсілепкі судта Жанна оған қойылған айыплауларды кескін бекарлайды. Оған болған кескін сұраулар сол жылдың 24 мартына шекем тынымсыз давам еттірілді. Әрбір сұраудан алдын оннан және хақиқатлықты айтуға ант беру талап етілетін еді. Дегенменен епископлар Франция тарапынан келген болса да Жаннаға жәрдем беруді қалемеді. Судтың тикарғы басқышы бірнеше күн өтіп басыланды. Жанна д'Аркқа 70-ке шамалас айыплаулар қойылған еді. Бұл айыплаулардың тикарғысы оның Құдайдан елші алғанын дауа еткенлігінде деп айтылады. Ол өтірік қолданып шіркеу заң қағидаларына әмел еткенлікте айыпланады. Бұл айыплаулар арқылы Жаннаны тек ғана жауыз емес, ал шіркеу хакимиятына қарсы қауіплі шахс сипатында халыққа көрсету мақсат етілген еді. Жанна 1431 жылдың 24 май күні 4 айлық қамақтан кейін сыртқа шығарылады. Анқырағы Сен-Уэн шіркеуінің қойымшылығына алып барылады. Ол жерде оған хүкім оқылуы керек еді. Дәстеп діни уәкіл тарапынан оған ашулы һәм ұзын уаз оқып естіріледі. Сонан кейін тикарғы хүкім оқып естіріледі. Бұл хүкім бойынша Жаннаның тағдиры дүниялық хакимиятқа тапсырылады. Яғни оны енді шіркеу емес, короллық хакимияты, анықырағы инглизлер жазалайды. Бұл Жанна үшін өлімге жоллама еді, һәм ол бұны естіп қорқып кетеді. Сонан кейін оған тайын халда пұшайманлық баяннамасы келтірілді. Бұл құжет Жаннаның алдыңғы барлық сөзлерінен уаз кешуін білдіретұғын еді. Ол қол қоюда екіленіп тұрды, бірақ ақыры қол қоюға разы болды. Құжет құрамалы латын тілінде жазылған һәм бірнеше бетлік болған. Жаннаға бұл апуайы баянат деп айтылады. Бірақ тикарынан бұл оны шіркеуге шартсыз бағыну құжет еді. Француз оппозициясы жаллаған епископ оның сауатсызлығынан пайдаланып, оның өліміне қол қойдырып алады. Оны өлтіретұғын күні Жанна кесел, шаршаған, бірақ рухи жақтан беккемеді. Азанда оған коммунияны қабыл ету, яғни мұқаддес құрбанлық мәресімін өткеруге рұқсат берілді. Шіркеу талиматы бойынша бұл осындай жазаменен айыпланған адамға рұқсат берілмейтұғын еді. Бірақ оған берілетұғын сирек жеңілдік еді. Инглизлер оны Рауэн қаласының ескі базар майданына алып барады. Майдан адамларға толы еді. Французлар, инглиз әскерлері, судьялар, руханилар, анғырағы һәмме бұл уақияны көргісі келетұғын еді. Майданның ортасында биік ағаш үстін орнатылған, оның атрапында болса отынлар жиналған. Сол уақытта Жанна д'Арк өлімі алдынан соңғы өтініш сипатында кресті көргісі келгенлігін айтады, һәм оған апуайы ағаштан істелген крес алып келінеді. Ол кресті көз алдында бәлен көтеріп тұруды ілтимас етеді, һәм ол оттың арасында кресті көріп тұруды қалайды. Деректелерде айтылуынша оның дауысы хәтте жалынлар арасынан күйіп өлгенге шекем естіліп тұрған. Оның денесі күлге айланғанша өртелген. Соңынан кейін оның қалдықлары сақланып қалмауы мақсатында оның күлін Сена дариясына тастаған. Ол отта жағылғанда жаңа ғана 19 жаста еді. Шіркеудің бұл ісілерінің тикарында Жаннаның әулие дәрежесіне көтерілуінен қорқу жатырған еді. Хәтте ол король болуы үшін күрескен Карл VII де оның өліміне бейпаруа қарап тұрған жоқ. Жанна д'Арктың қайғылы өлімінен дерлік 20 жыл өтіп, 1450 жылы король VII Руан қаласына кіргенде, ол өз уақытында Жаннаға толық жәрдем бере алмағанын түсінді. Соның үшін ол Жаннаның суд ісілерін қайта көріп шығу үшін тексеру бастауды бұйырды. Гуалеме де Эстовелле
Рим папасының уәкілі сипатында Жанна үстінен өткен судты және де тереңірек үйреніп шығады. Ол судта жалған хүжетлер, сияси басым һәм надұрыс діни қарарлар қолданғанын анықлай басылайды. Жаннаның шаңырағы Ватикан папасына расми арза менен мұражат етеді. Нәтижеде Рим папасы Каллист III бұл істі расми ашып береді. 1431 жылы шығарылған хүкім бүткілі бекарланды. Арадан асырлер өтіп, 1920 жылы 16 май күні Рим папасы Бенедикт 15 тарапынан католик дүниясында Жанна д'Арк расми түрде әулие деп жарияланады. Оның еслеу күні әр жылы 30 май күні белгіленеді. Бұл оның өлтірілген күні еді. Сол жылдың өзінде Франция парламенті қарар қабыл етеді. Жанна д'Арктың құрметіне әр жылы милли байрам белгіленеді. Бұл байрам әр жылы май айының 2-ші екшембісінде болып өтеді. Бүткіл мемлекет бойлап ол қаһарманлық һәм отансүйушілік үлгісі сипатында еске алынады. Жанна д'Арк апуайы қыз еді, бірақ ол айрықша мәртлік көрсетті. Тарих оған күшлі әскери басшы һәм халық жетекшісі сипатында қарайды. Ол өз заманының шекараларын жарып өте алған хаял сипатында тарихта қалған. Бізде қазірше ұсылар. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.